Базада бізге таусылмай тұғын дәрт жауын болып үстімізден төгіліп атырғандай түйіледі. Бірақ соны ұмытпауымыз керек, реңлерге айланған айқұлақ та жауыннан кейін шығады. Біздің бүгінгі көрсетуіміздің қаһарманы Медет Ережепов та әр бір сынақты жеңіп шығып, оған сабыр менен еріскен арамыздағы адамлардың бірі. Медет Ережепов ол кім? Ол 1983 жылы Нүкіс қаласында туылған. Спорттың еркін күрес түріне 7 жасында кіріп барған. Көп қана жарыстарға қатынасып, жақсы нәтижелерге еріскен. Балалықта мен тренер боламан деген мақсеті оны Әжінез атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының дене тәрбиесі факультетіне қарай жетеледі. 2006 жылы институтты табысты тамамлап, тренер сипатында өз шәкіртлерін даярлай бастады. Оның қолында тәрбиеланған шәкіртлері арасынан чемпионлар шыға бастады. Нәтижеде бірнеше мәрте хүрмет жарлықлар һәм Өзбекстан Республикасы білімдендіру ағласы көкірек нышаны менен де сыйлықланды. Табыстарға қарай адым атқан Медет Ережепов 2011 жылы автоаварияға ұшырап қалды. Имканияты шекленген деген сөздің өзі жорып жүрген Медет Ережеповқа қай тәрізде тәсір жасады. Оның алға қойған мақсетлері не болды? Бұл халаттан ол қалай шығып кете алды? Көрсетуіміз давамында осы сияқты сұрауларға жауап іздейміз. Сол 2009-2010 жылдары сол шәкіртлерім Азияларда күресіп, 3-ші орынларды алып жүрді. 2011 жылы сондай бақытсыз хадисеге душар болып қалдым. Көкірек омыртқам сынып, екі аяғым белден төмен істемей қалды. Бастағы кездер енді ондай уақиға бұрын аяқта жүрген адам, күресіп жүрген адам, шәкіртлерімнің алдында өзім көрсетіп біремлар. Бастағы уақылар қатты бір түскін жағдайға түстім, енді ол бірден неғып, кенен 8 айдай үйде жаттым, отыра алмастан. Сол 2012 жылдан басылап салға барып, шәкіртлерімнің қасында біремларды көрсетпесем, сонда қолап қуатылап, сөзбен жеткеріп, сен ұтасаң, сенде күш бар, сен қойып кетпе түнеріп күні. Құда қаласа, спорттың арқасында жақсы жерлерге оқуға кіресең, жақсы жерлерге жұмысқа кіресең, спортпен шұғылданған жақсы болады деп, сол қолап қуатылап жүрдім шәкіртлерімді. 2013 жылы Үндістан мемлекетіне барып, екінші мәрте операция болып қайттым. 2022 жылдан бастап пара олимпиада нелерін рауажландыру мақсатында оқ ату спортына қатынасаспа деп Дилбар деген ұстазым қайта маған звонок етіп, бұрын спортқа қатынадыңыз ғой деп, командада қатынап, бір 6 айда түнеріп істеп, күнде барып қатынап жүріп, кеше Қарпақстан біріншілігінде чемпион болып, бірінші разрядлы спортшы болдық. Ноябрьде болатұғын Өзбекстан біріншілігіне әзір таярланып жатырмыз күнде. Қаһарманымыздың сөздерін тыңлап отырып, мына пікірлер қиялымнан өтті. Бұл өмірді бар ынтасы менен сүйіп ардақлайтұғын. Осы өмірді ұстазым деп білетұғын. Сабырлылықты, шыдамлылықты бәрін осы өмірден алған. Харекетсіз отыруды ешқашан қалемейтұғын. Барлық мақсетлеріне жету үшін өмірдің машақатлы жолларынан өтіп, бақытлы өмірді кеулене түйіп жасайтұғын арамыздағы адамлардың бірі бұл біздің бүгінгі қаһарманымыз еді. Себебі ол менің имканиятым шекленді. Енді мен адамлар арасында керексізбен деп қарап қалған жоқ. Өмірдің сынақларын өзінің шыдамлығы, сабырлығы менен жеңіп шықты. Қолларының харекетте болғанына шүкіршілік етті. Бұл қоллар маған көп мақсетлерімнің орлануына жәрдем береді деп шын ықыласпенен ниет етті һәм жөнеліслі таксиге шығып, адамлардың мүтәжін орлауға әрекет етіп жатыр. Адам бұндай жағдайға түскеннен кейін болды, мен не қылдым деп жатып қалмау керек екен. 2018 жылы бір такси шақырсам, бір жігіт келді, машин Матизде қолына орнатып машина айдап жүрген екен. Таланы шақырып, айжа менен бір айдап көрсем бола ма машиныңды деп айдап, сөйтіп 2018 жыл Матиз автомашинасын алып, автомат қолға орнатып,
жұмысқа барып жүрдім. Құда қаласа жүріп кетемін деген ниетім бар, или өмірге ұмтылып жасау керек екен да. Бір күн болса да жақсы күннің қызығын көріп жасау керек та. Алдыға қойған мақсатларым көп, или еріспеген. Олимпиадада чемпион болып, Азияда чемпион болып, сол еліміздің абыройын, даңқын бұндан да бетер осы жағдайда болса да Өзбекстанның, Қалпақстанның байрағын жоғарыға көтеріп, сол елімізді дүнияға таныту мақсатым бар елде. Балам туылғаннан сол минеткеш, талапшаң болып бала болып шықты. Мына айтады ғой, бұрыннан гәп бар. Ұл бала туылса қыздың әкесіне тартады екен деп, әкесі мағлұматлы мұғалім. Соған тартты ма, математикадан жақсы ілгері болды да. Сол бала кезінде мектепте жүргенде, сол мектепте мұғалімнен мақтаныш қылатын еді. Мектепте оқып жүріп, 3-ші классында спортқа қатынасты. Бұның спортқа қатынасуына себеп ажағасы Ережеп Өсербай сол спортсмен еді, тренер еді. Осы балам туылғанақта күреске беремен, бұны барес қып шығараман деп қуанып жүрді. Содан 2-ші классында ма сол спорт школға әкетіп, өзі тарбиялап, сол чемпион болды. Оқуды бітіріп болып, Әжінияз атындағы мемлекеттік институтқа 2002 жылы дене тәрбиялау факультетіне оқуға кірді. 2006 жылы бітіріп, Жирен-Жырау атындағы мектепте тренер болып жұмыс істеді. Сөйтіп көп шәкіртлер даярлады, Өзбекстан чемпионларын. Сол үкіметіміз бақалап, Өзбекстан алашысы деген медаль беріп, соны алуға миясар болды 25 жасында. 2011 жылы авария болып, машин қағып кетіп, омыртқасынан жүре алмай қалды. Бұны апарып әме жерлерге операция қылдық, неттік, Индистанға апардық. Енді бір ұдайталалық іс. Құдайым мұнқатіле шүкір, бұрынғыдан жақсы әйтеуір. Өзіміздің алдында аман жүргеніне қуанамыз. Қанияты шекленген болса да, мінекей үйде отырмайды. Бір ұл, бір қыздың әкесі. 16 перзентім, бір ұл, 3 қызым бар. Балам Қытайнан шаққан болды. Детсадқа барды, одан мектепке барды. Мектепке барғанақтан мұғалімдері 1-ші классында не қылды, әуеспенен жиналыстарға барсақ, сен балаңа айтатын гәп жоқ дейтін еді. Тренер болып жұмысқа өтті, институтты бітіріп болып. Жирен-Жырауда зал бар еді ғой, сол жерде тренер еді, бала даярлайтын еді, чемпионларды шығарды. Сол уақытта машинға ағып кетті. Бұғырақым аман қалғанына қуанамыз, еш болмаса көзін көре, мен дауысын естімен, мама деген деп. Реанимацияда жатты, операция болды 5 сағат омыртқадан. Жүре алмай қалды. Қиналдым, бірақ аман қалғанына қуандым, налынбадым, еш. Шүкіршілігім шексіз әйтеуір. Сол кезде кетіп қалғанда не қылар ем? Дауысын ести алмайман, көзін көре алмайман деп. Әммеге сауабы сілейді сол халына. Әммеге сол жәрдем қолын үзбейді, әммеге жәрдем беріп жүреді. Шәкірті бола ма, ағайын туысқан бола ма, бәріне. Тек жақсылық қыла береді балам. Инсанға өмір беріледі, сынаулар тапландырады. Өмірдің har bir беті үлкен мектепке айланып бара береді. Харекетсізлік гуман һәм қорқынышты келтіріп шығарады. Харекет сенім һәм мәртлікті келтіріп шығарады. Егер сіз қорқынышты жеңбекші болсаңыз, тек үйде отырып алып, бұл хақында ойлауды емес, ал көшеге шығып, һәм харекет етуді баслауыңыз керек. Бұл сөзлері көрсетуіміздің қаһарманы Медет Ережеповқа жат емес. Себебі ол мұдамы үмітті үзу жақсы емес. Шын кеуілден харекет етілсе, қиын жағдайдан шығып кете аласыз деп пікірлейді. Соның үшін ол балалықтан өзіне жолдас болған спортты ешқашан таслап кетпеді. Еліге шекем шәкіртлеріне тынық пікірлері һәм бахалы сөзлері менен мотивация береді. Сондай-ақ оқ ату спорты менен де тұрақлы шұғыланып барады.
Оқ ату спорт түрі бұл олимпиада спорт түрлеріне кіреді. Олимпиадада бар. Қазіргі уақытта бұл спорт енді рауажланып келатыр да бізде. 2017 жылдан бері бұл спортқа етібар қаратып, содан бері балалар шұғыланып келатыр. Қазір бізде имканияты шекленген балаларда қатынасып жатырыпты. Бұл имканияты шекленгендерді пара оқ ату спорт түрі деп айтылады. Пара оқ ату спорт түрінде менде қазірде 10-нан көп шәкіртлерім бар. Өткен жылы Өзбекстан чемпионаты болды, Қарпақстан чемпионатлары болып өтіп жатырыпты. Өзбекстан чемпионатында 6 оқушым қатынасып, содан 4 орын алып келді. Ережеп медет қатынап жатырыпты қазіргі уақытта 2 жылдан бері. Бірақ сол жарысқа өткен жылы сол ауырып қалған себеплі бара алмады. Егер барғанда бұл ережеп медетті жақсы нәтижелер көрсетіп қайтар еді. Келе алмай қалған уақытларым болады, бірақ қолдан келгенше сол имканият шекленгеніне қарамай сол келеді, спортты қалдырмайды. Бұрын медет спортпен шұғылданғанда спорттың қағидасын, тактикасын, техникасын біледі. Себебі бұл спорттан шыққан адамда ондай қиналған жоқпын. Келген уақытта сілесіп кірісіп кеттік спортқа. Бірден кірісіп кеттік. Сол келген спортшылардан өзінің дөңгелегіне жинауға, соларға мотивация беруге әрекет етеді. Алдымызда Өзбекстан чемпионаты бар, ноябрь айында. Сода Құдай қаласа бірінші орынды алып, Азияға жолдама алса, біздің жетіскерлігіміз. 2010-2011 жылдар бірінші Саранча 24 саналы мектепте ұстазым Медет аға Ережептің қолына келіп, тренировка бастағанмын. Осы уақытқа дейін көптеген жетістіктерге ерістім. Атап айтатұғым болсам, бірнеше мәрте Өзбекстан чемпионы, Азия чемпионы, жаһан чемпионаты сауырындары болды. Жоғары оқу орнына имтихансыз грант есабында қабыл етіліп, оқуларды бітіріп, қазіргі күнде Қарақалпақстан Республикасы Милли гвардиясы сақтар қадымыма. Ең бірінші орында ұстазымның минеті көп, бұл жетіскерліктерге ерісуімде. Ол Медет аға Ережеп ұстазымыз спортқа келген уақытында мен баста онша қызықпайтын едім. Енді күрес, енді онша қыздардың спортына да дұрыс келмейді. Бірақ папам өзі алдын күреспен шұғылданған, ажағаларым бокспен шұғылданған. Соларға қызығып, олар мені күреске берген. Кейін баста онша қызықпадым. Кейін ұстазым спорттың сырларын үйретіп, күнде маған әрқилы мотивация нелерді беріп, спортқа қызықтырды. Мен ұстазым, егер ұстазым спортқа қызықтырмағанда, мен бәлкім бұл спортты ақырына шекем алып кетпес едім. Медет аға менің мектеп уақытындағы бірінші ұстазым. Бұл қазіргі күнде қандай жарыс болуынан қатты назар. Азия болады ма, ол Өзбекстан чемпионатына әрдайым өзінің патиясын беріп, әрдайым біздерді қолап-қуатлап келеді. Өзі осындай имканияты шекленгенлігіне қарамастан, ол әрдайым біздерменен бірге. Соның үшін ұстазыма рахмет айтамын. Мен бірінші ұстазым Ережеп Медет аға болады. Мен өзім жетістіктерімді айтатын болсам, мен Азияда 2-ші орын алғанмын, жаһан чемпионатында 3-ші орын алғанмын. Өзбекстанда көп мәртебе чемпион болғанмын. Ода жетістіктеріме көп үлесін қосқан бұл Ережеп Медет аға болып саналады. Ол Медет аға көп алғысын айтамын, рахметтерін айтамын. Бұл өмірдің өзі сынақларға толы. Оның қиыншылықтарын мәрдана жеңуіміз үшін біз адамдардан митіндей шыдам, сабыр, тақат талап етіледі. Сондықтан да өмірдің мәңгі мұғалімі бұл тәжірибе делінеді. Медеттің ата-анасы, жақынлары, өмірлік жолдасы бұл жолда оған сүйеніш болды. Соның үшін үмітлер, гүллер сияқты дөне бастады. Біздер шаңырағымызда 3 қыз, 1 баламыз. Ажағам бар, әшпам бар, сіңлім бар. Ажағам Медет
Сол кіттайынан бастап, енді кіттай бала кезімізден бастап өстік қой, енді бір қаттығыда мен бала болсам екен деп пәуес ететін едім да, мен бала болғанымда болады ғой деп. Сол дәрежеде енді қаттығыда мейірімлі. Қиыншылық болады ғой, өмірімізде қиыншылық болады. Сөйтіп неғып ажағама шығып, ай о сондай болып жатырды десең, ау не зат, ау ол өтіп кетеді ғой деп бізге мотивация береді. Қоңырау етеді, күніге 3-4 рет неғып жатсаң, ауырып қалмадың ба, балаларым сұрайды, қызларым сұрайды, неғып жатыр, ауырып қалмадың ба деп. Енді мен ажағасы ондай емес шығар. Менің ажағам мен бір мақтанатындай да. Мына өмірге деген мұхаббаты күшлі. Сөйтіп адам не қылса да бір жақсылық қыла береді ғой. Жаңағыдай мен сондай болып қалды деп не қылсам айтады, не қылайын, өйтейін ба, бүйтейін ба деп жақсылық қақсы келе береді. Мен айтамын да, біздер қайта сен көңіліңді алуымыз керек қой десем, я қайта ол біздер сөйтіп жүреді да. Мақтанаман мен сондай ажағам бар болғанына мен мақтанаман. Нөкіс Мүрейет аял қызлар майыплы болған шақсылар үшін интернат үйінде жұмыс істеймін, қамшира болып істеймін. 2011 жыл машина қағып кеткен күні сол ең бір бақытсыз күнім болды. Ол уақытларды еслегімде келмейді, расын айтсам. Жеңіл жарақат деп ойладым, барсам, сондай ахуалда екен. Бірақ тірек екеніне қуандым сол моментте. Енді бұл дәрежеде жүрмей қалады деп ойламадық біздер. Енді 6 айдан 1 жылдан жүріп кетеді деп айтты докторлар. Сөйтіп үмітпен жасап келдік, бірақ күресіп келатырмыз еле кешегем. Алдына бір мақсат қояды. Сол ұлымды оқуға түсірсем, қызымды үлкен оқуларға түсірсем, жұмысқа орналассам, өмірден бір өздерінің орнын табуға жәрдем берсем деп. 13 жыл болды ғой, сондай болып жатқанына. Сол 13 жылдан бері сабыр етіп келатырмыз. Құдайға шүкір, қазір күніміз жақсы. Бір уақытта бір зат айтады, соны оны қақтан не қыласаң, баяғыда да машиналама дейді. Енді машиналатынға не жоқ еді ғой, енді имканият жоқ, бірақ оны қақтан аласаң деймін де. Сөйтіп расымен ойлағаны болады. Жаңа машина алып, машина мінгісі келіп, машинада атизмді айдап түсірді бірінші. Сол жаңа қолға орнатып, біреуден көріп, әрман етіп. Сондай ойлағаны болады, барқыл әуметлі. Ол харекеттен тоқтамайды. Ол өтіп отырған күннен үнемлі пайдаланады. Себебі бұл күн ешқашан қайтып келмейді. Менде еле уақыт көп деп ойлау ең үлкен қате. Қандай тәшвишлі жағдайлар болып атырғанына қарамастан алға ұмтылып жасауда дауам еттірдім, дейді Медет Ережепов. Таксиде жүргеннен кейін күнде әртүрлі адамдар мәселен біреулері маған мотивация берсе, біреулері жатыр халаттар болады, оларға да қолдан келгенше мотивация беруге әрекет етеміз. Біреулер өздері ақ мені көріп шүкір етеді. Біреулер сізге рахмет, осы жағдайда да налымай, рухың сынбай, сондай болып бала шағаң үшін жүрсең, балаларың бар ма деп сұрап, не қылап. Мәселен, біздер енді бәрібір 2-3 күн жұмысқа, бұлан маған бір денсаулығыма күш қуат болып тұр да, бұл жөнелісі таксиде жүруім. Себебі біздер адамның дәртін адам алады. Мәселен, мен үйде 2-3 күн жатып қалсам, біздер енді жүрмегеннен кейін қан басым біресе көтеріліп, күніге 2-3 күн 2-3 рет скорый шақырған күндерім сан болды. Давлением я түсіп кетеді, я көтеріліп кетеді. Себебі біздерде қимылда сау адамдардікіндей болмағаннан кейін бәрібір қан басым ойнайды да біздерде. Өзімнің расын айтсам, ауру екенімді ұмытып кетемін бір кездер. Сол адамдармен сөйлесіп, мәселен бір адамдар балаларының оқуға кірген, шашуға барып келатпыз дейді, апа біздерден жеткізсін сондай ақылқыларға деп, бәрі патиясын береді бір апайлар. Мен бұрылары сол коляскеде былай шығуға расы бастағы күндер ұялатын еді. Мынау үйінде жатса болмай ма, неғып жүр екен бұл, инвалид болып деп айтатын шығар деп ойлайтын еді. Мен өзімнің пікірім да ол. Енді әзір адамлардың арасында жүріп, мен сол пікірімнің қате екеніне өзім толық сендім да. Адамдар арасында жақсы адамдар біздерде оғада көп, өзінің ешқашан жәрдемін аямайтын инсандар көп. Бәр жігітлерім көп біздерде Құдайға шүкір.
қаланың ішінде сол 60-тан асырмаймын расы. Ол себебі оның қандай ақыбетке алып келетінін менен жақсы білмесе керек деп ойлаймын адамдар. Мәселен, мен өзім басқа шоферларға да маслахатым қатты айдамай, скоросты, жаңағы қатты 100-ге 120-ға шығармай айдап, қазір 5 минут кейін 5 минут алдын барасаң деп айтамын. Өмірлік жолдасыма да рахмет айтамын. Соққа дейін мен қасында күш қуат болып, жаңағы менің түскілікке түсіп қалатын адам болғаннан кейін бәрібір түскілікке түсіп қалады. Бір кезде неге жүрмедім мен, жүремеген мен деген ой бәрібір қам үстемге менде емес келеді ол. Сондай уақытларда өмірлік жолдасым маған өзі мотивация тәсілі беріп, сен еле жүріп кетесің, Құда қаласа жаңа қызымызды ұзатамыз, ұлымызды үйлендірген кезде сол тойларында өзің басқасы болып жүресің деп, мен қасымда барқұлла Индияға барғанда да, больницада жатсам, барқұлла қасымда маған сүйеніш болып, маған тәсілі беріп жүреді. Сондай өмірлік жолдас бергеніне де Аллаға шексіз шүкіршілігімді айтамын. Қуанышлы які, қайғылы, сәтлі які, сәтсіз болсын, өткен har бір күн өмір деп аталған үлкен кітапқа жазылып бара береді. Адамлар бұл өмірде не бір сынақларды бастан кешірмейді дейсіз. Өмір теңіз сияқлы, не бір күчлі дауыллар, асау толқынлар өзі құдіреті менен сені теңіз түбіне ғарқ етуі де мүмкін. Өмір бұл күрес майданы. Ол тынымсыз харекетті сізден талап етеді. Өмір бұл құяш менен түн, күлкі менен көз жас араластырылып түйілген бір түншік. Өмірдің қайғы таслары көксіңді тілкімлеп, жаныңды отқа жағып та жібереді. Оның қиыншылықтарын мәрдана жеңуіміз үшін тек біз адамларда шыдам, сабыр тақат болуы керек. Сонда ғана өмірдің көзалығын аңлап жетесің. Демек, талабында болған инсанға имкан есіклері һәмме уақыт ашық болатығынан біз Медет Ережеповтың мысалында сіздерге сөз етіп бердік. Тілегіміз атрапыңызда, жаныңызда текте сізбенен сәубетлес болатығын, сізді түсінетұғын, сізге тілеклес болатығын, мехір мұхаббаты күшлі адамлар болсын. Саламат болың.